Алланың әрбір сынағы бұл сізге жәннаттан қалаған дәрежесі. Сіз соны солай қабылдаңыз да. Сол кезде сынақ оп-оңай болып кетеді сізге. Ешқашан Аллах Тағала сізге жамандық қаламайды. Нәпсіңе ауыр болғанмен де біл, Алла Тағала жәннатты қалауда сізге. Бағанағы аяттың негізінде «Валлаху ядғу иля дариссалам», ол жәннатқа шақырып отыр дейді. Кез келген нәрсеге ешкімге ренжімеңіз. Адамдарды Алла үшін сүйіңіз. Сондай бір қағида қойыңыз. Ешкім сізге еш нәрсе беруге міндетті емес. Осы қағиданы қойыңыз. Ешкім сіздің алдыңызда келіп ақталуға да міндетті емес. Керегі жоқ нәрселер бізге. Мен ешбір мұсылманды алдымда сүмірейткім келмейді. Ештеңе жаман нәрсені ойламаймын. Мынау болмай қалды, мынау дұрыс емес болды, не үшін жек бір. Өмір қысқа, кімге ренжи береміз. Ертең өлесің, кетесің, ештеңе жоқ. Бақыт деген жүректің тыныштығы ғой. Білесіз ба? Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім екінші бір бауырының сыртынан хайырлы дұға қылатын болса, Алла Тағала бір періштені алып келіп, саған да сондай болсын деп отырғызып қояды. Сіз тоқтамасаңыз, ана періште кетпейді, қияметке шейін отыра береді. Саған да болсын деп тоқтамайды ол. Ойлаңызшы. Ал сіз сонда соның сыртынан дұға жасап жатып, өзіңізге де сондай нығмет тілейсіз. Дұға жасай беріңіз. Сіз дұға жасап шаршамасаңыз, Аллах қабыл етіп шаршамайды.